Бүгін 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күні. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба және әнұран. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тәуелсіздігін білдіретін биік нышан. Оларға мұндай мәртебе 1992 жылдың 4 маусымында беріліп, дәл осы күні еліміздің рәміздер күні болып бекітілді. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Мемлекетіміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгертулер енгізіліп, әннің авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжметенов пен елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы, әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашақ арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі бұл біздің мемлекеттік рәміздеріміз. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Еліміздің тұтқасы болған рәміздер жайында білу Қазақстанның әрбір азамат пен азаматшасының міндеті.